Сәлем құрметті көрермен, ғылыми кітапханамыздың YouTube каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ғылым жол айдары. Бүгін бізде қонақта белгілі әдебиеттанушы ғалым, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Негимов Серік Нығметоллаұлы. Қош келдіңіз. Сізді біз ұзақ күттік. Бұл шығарылымның негізгі мақсаты өзіміздің танымал ғалымдарымыздың ғылым жолына келудегі жүріп өткен жолына не әсер етті деген мақсатта біз осы жобамызды бастағанбыз. Рұқсат болса, алғашқы сауалымды қояйын. Сіз өзіңізді таныстырып өтіңіз. Мен 1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп, сол кездегі университеттің жолдамасымен жолдаманы Казгу менен оқу министрлігі бірігіп береді. Ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына жолдама алдым. Институттың негізгі мақсаты біздерді сол кадр ретінде дайындау. Содан Мәскеудегі Максим Горький атындағы бүкіл дүниежүзілік әдебиет институтының аспирантурасына түсіру болатын. Мен соған дайындалдым. Реферат жаздым орыс тілінде. Символический образ поэзии Сакина Сейфуллина. Содан кейін 1971 жылдың қараша айында Мәскеуден хабар келді, келсін деген. Барып, атақты профессор Эльсберг деген кісі сөйлесті, әңгімелесті, кеңесті, рефератымды қабылдады. Сосын айтты, сенің кандидаттық диссертацияның тақырыбы жөнінде ақылдасты. Кандидат диссертация тақырыбы не болады деп. Сосын мен айттым, менің кандидаттық диссертация маған айтты ұстаздарым. Мен Қазақ университетінде Сәкеннің өлең өрнегі тақырыпта дипломдық жұмыс жаздым. Көлемі 115 бет. Маған ұстаздарым айтты, басқа тақырыпқа көшпе. Тек қана өлең құрысын жаз. Сенің мінезің, жүрісің, тұрысың, болмысың дау-дамайға емес, нақты ғылыми тақырып қаралған деп. Ана кісі мені көндіре алмады. Мен ол кісіге көнбедім. Сосын айтты, Эльсберг айтты, онда Алматыда Сихавет өлеңтанушы Зәки Ахметов бар, Мұрат Қамараев бар, онда өзінің академия бар деп, мен соны қайтадан Алматыға академия келдім. Сол 1972 жылдың ақпанның 3-нен бастап ғылым академиясында Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында жаңағы аға лаборант болып жұмыс істедім. Таза ғылыми жұмыс, өлең құрысымен айналыстым. Сонда сіздің тіл, әдебиет жалпы осы ғылым саласына кімнің ықпалы? Әлде сіздің таланттан туған? Сол кездегі ықпал әсер еткен, маған әсіресе менің университеттегі ұстазым Тұрсынбек Кәкішұлы және Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Мырзабек Төлегенұлы Дүйсенов болатын. Ода жаңағы мен таза өлең құрылысы болған ішінде үш-ақ элемент. Интонация, дыбысырақ. Мен сол бойынша жаздым диссертация. Содан ол кезде бәрі орысша болатын. Оның формулировкасы жаңағы звуковая организация стиха деп ойластырып та, сосын академик Зәки Ахметов ол кезде академияға келген, қоғамдық ғылымдар бөлімшесінің академик хатшысы және әдебиет және өнер институты директорының орынбасары болып келді да. Сосын Зәки Ахметов айтты, Зәки Ахметов дейміз ғой заманда. Сен мынау Мәскеу деп сөйледі, сен таза звуковая организация стиха деп алатын болсаң деп сөйледі. Менің ойымда олай болған. Сол кезде атақты мынау жаңағы Тарtu университеті бар. Тарtu университетінің оқымыстылары керемет. Сол кезде олар семиотика, статолингвистика, структурализм жөнінде анау университеттің ғылыми жазбаларында сондай керемет жаңағы
формалдық тұрғыдан зерттеу өлеңді. Сонда бір Лаугаста деген доктор, профессор тек аллитерация и ассонанс деген тақырыпта докторлық қорған. Сонда ол былай, дауысты және дауыссыз дыбыстардың үндестігі. Қараңызшы, докторлық диссертациясы. Соны менің ойым, сосын айтты, Зәки аға айтты, сен былай істе деді. Сен звуковая организация стиха и обогащение стихотворных форм в современной казахской поэзии қоста, кейінгі ақындарда қос деді. Соны кейінгі ақындарды кім? Ол кезде жаңа шығып келе жатқан, осы дауысы дөп келе жатқан Фаризон Қарсынова, Мұхтар Шаханов, сол кісілерді поэзияны сөйтіп қосып, сонымен мен диссертация жаздым. Енді ғылымға келді дегенде, ғылым жол деп отырсың, мысалы мен ғылым академиясына барғаннан кейін 1972 жылдың басында ғылым академиясында Жамбыл деген бөлім құрылды. 1972 жылы Жамбылдың 125 жылдығына орай конференция өтпекші болды. Ғылыми конференция. Айтыс. Соны біз ұйымдастыру комитеті деген бар. Ұйымдастыру комитетінің төрағасы вице-президент Ақай Түсіпбеков, орынбасары Мәлік Ғабдуллин, мүшелері Мырзабек Дүйсенов, Жамбыл бөлімінің меңгерушісі, профессор, доктор, жазушы, Мардан Бәйділдаев, фольклортанушы. Біз жаңада барған, біз сол конференцияның басы қасында жүрдік. Сол басы қасында жүріп, бүкіл жаңағы атақты айтыс ақындары, Көкен Шәкеев, Манап Көкенов, жаңағы сол кезде жаңағы, ол кезде жаңағы айтыс ақындарының ішінде жаңағы Әсімхан Қосбахаров, Қалихан Алтынбаев, Тынышбай Рахимов та айтысқа түсті. Шолпан Қыдырниязова, Мұса Асайынов, Күлбарайдың немересі, Көкшетаудан келді. Әбікен Сарыбаев деген, Көшен Үрістебеков жыршы. Осылардың бүкіл жаңағы материалдарын айтыс өтті. Біз жаңағы алып кел, шауып кел, жаңағы Мауса келеміз, Шайын келеміз деген тазып. Соны жаңағы осы материалдардың бәрін жаңағы мынау бүкіл осы мынау Жамбыл және халық поэзия кітапты құрастырған Мардан Бәйділдаев алғашқы еңбегім жаңағы Мардан Бәйділдаев Серік Негиев. Сіздің телефоныңыз? Иә, қояды ғой, қалып қояды ғой. Соны жаңағы осы мынау бұл да тағлимат қой. Бүкіл сол кездегі Қазақстанның бүкіл ақындарын, айтыс ақындарын тыңдау, олардан жаңағы оның бәрін магнитофон лентасынан қағазға көшіру, ол жердегі ғылыми баяндамаларды жаңағы жинау, мынандай кітап құрастыру, одан ең кереметі сонда былай болды. Мысалы қараңыз, бұның ішінде Сәйітқап та қатысты. Ғайып Мүсірепов. Олар бәрі айтыс ақындары, оның ішінде термешілер бар, әншілер бар, әрі қосылып кетті ол кезде. Айтыстың енді ғана жандара бастаған кеді. Осының бәрі жаңағы қатыр қарасаң, ең қызығы, ең бір қызығы екен, сол 1972 жылдың 6-шы, 7-ші, 8-ші маусым күндерінде айтыс өтті, конференция өтті. Ол айтыс ақындарының мейманханасы бар ғой. Мейманханасында біз штабта отырдық, ас суын бәрін дайындап бердік, көлік дайындап бердік. Енді бірге жүрдік. Сол кезде анау түнде барып, опера театрына барып, анау Көкен Шәкеевтің аузынан Қабыл Батыр, Сүйбай мен Тезектің айтыстарын жаздыру, осы ақындар ішінде жүрдім мен түгел бәрін. Сосын енді сол айтыс біткеннен кейін 9-шы маусым күні Мардан Бәйділдаев үйде қонаққа шақырды. Үйде қонаққа шақырғанда төрде Сәйіт Бұқаров, жанында Мәриям апай, Әбділда Тәжібаев, Нұрпейіс Байғанның баласы Момын осы алдар 4-5 жыл қайтып болды, Момын, Нұрпейіс Байғанның болды. Көшен Үрістебеков, Төлеген Момбеков күйші. Анау дастархан басында әңгіме,
ана Сәйітхановтың екі жиренді айтқаны, жаңағы керемет әңгімелері, содан кейін асату жасағаны, асату. Сосын жаңағы үзілісте, енді біз Сәйітхановпен енді, ол кезде біз Сәйітхановты алыстан тыңдадық, Алматыда бүкіл жиындарға қатысып жүрдік, біз қалмайтын, мен қалмайтын едім. Бізге Тұрсынбек Кәкішев үйретті. Еш уақытта жақсы жиындарына қалмаңдар. Сен оның сөзін түсінбесең де, ана түр тұлғасын көрсең де, деп. Соны жаңағы жазушылардың съездері, пленумдары, диссертация қорғаулар, сонда Сәйітхановтың біз 5 жыл, мен 66 жылы Казуге сырттай бөлімге түстім. 67 жылдың басында Сәйітхановты 2 сағат тыңдадым Казуге. Одан кейін Сәйітхановпен дастарханда болғанымыз, жанында тұрғанымыз, әңгімесін тыңдағанымыз. Мен Казуге 2 сағат тыңдағаным, басқа жер тыңдағаным. Осының бәрі қазір 50 жыл өткенде, соның бәрі Мүсіреппен сөйлескендеріміз, Есенберлімен сөйлескеніміз. Анау жаңағы біз Серке Қожамқұловтар әңгімешіл болатын. Қабын Бадыровтар әңгімешіл болатын. Кәмел Қарымсыздар тіпті керемет. Ойбай әңгімелесіп, жағдайын бәрі сұрап. Сөйтсе жаңағы осының бәрі тағылым, білім. Сонда осы кітапты енді жарайды. Әлі осыны енді баспаханаға барған кезде жұмысын істеу. Корректордың қасында отыру. Кітап шығарудың мәнісі қалай. Мына іште қате кетпеу керек. О заманда бір жерден қате кетпейтін, тыныс белгілерінен. Бір жерден қате кетпейтін. Осының бәрі біз, сонда біз Казудегі мұғалімдеріміз үйретті жазуға, мектептегі мұғалімдеріміз үйретті, Казудегі мұғалімдеріміз үйретті. Жаңағы кітап шығару мәселесін. Сонда біз осының бәрі көрдік. Сосын енді ғалым болу үшін сен таза ғылыми жұмыс жаза бермейсіз ғой. Оның мысалы 1974 жылы әдебиеттану терминдерінің сөздігі жасалынды. Алғашқы жұмысшы нұсқасы маған тапсырды. Зәки Ахметов. Мен жасадым әдебиеттану терминдерін. Жасадым. Сосын ол талқыланды. Қазақ ССР министрлер кеңесі жанында терминология комиссия бар. Ғылым академиясы талқыланғанда бүкіл ғалымдар, тілшілер, әдебиетшілер, баспаның директорлері, баспагерлер, журналистер қатысады. Соны әрбір термин үшін ішінде отырдық. Әрбір термин үшін. Әрбір терминді қабылдау. Соның негізгі черновой вариантымен жасадым да, кейін солда 1975 жылдың 2 қаңтар күні сәтсіз Қазақстан сол шықты. Бірақ ол сені біз жаңағы әдебиетті үшін керек қой. Мысалы сол кезде қараңыз, сказка, ертегі, легенда аңыз, предание қазақша жоқ. Предание. Қазір бар предание. Ол кезде жоқ. Не дейміз? Предание. Кейін ол бар, предание деген тәмсіл дейміз, хикаят дейміз. Сонда сол, мысалы, поэт, әлі күнде поэтті ана жерде ақын қазақшасы. Ақын. Енді әлі шайыр деп қосылды. Сол шайқас болды. Бір топ айтады, жоқ, ақын болу керек. Екінші топ айтады, жоқ, шайыр. Оңтүстікте 3 миллион қазақ бар, олар шайыр дейді. Жаңағы солай ғой енді. Сонда анау поэт деген жазылды, сосын ақын шайыр. Сол үшін біз аналарды көріп отырмыз. Анау руханият үшін шайқас. Анау нақтылық үшін шайқас. Керемет, жан алысы жан берісу кәдімгі. Ол көрдім, соның ішінде біз баламыз. Соның бәрі оңай емес. Ғылым деген сол ғой. Ғылым деген сол. Мынау мен қазір былай ойлаймын. Дәл қазір мысалы қалай? Қазір осы мен айтайын, 2013 жылы ең соңғы кандидаттық қорғау доктор қорғау аяқталды. 2013 жылы аяқталды. Мен 7-8 жыл эксперттік кеңестің мүшесі болдым. Жоғары комиссия. Бір 7-8 жыл болып қойдым. Білемін. Сонда
сонда қараңыз, біздің ғылым неге әлсіреп кетті? Қызықты айтайық, хабарландыру берілді. Міне кандидаттық докторлық диссертациясы қорғау тоқталады. Енді магистратура, докторантура, доктор PhD, доктор философия деп. Философия доктор. Сол кезде келді де, біздің осы ғылыми кеңесте 262 диссертация тақырып етілді. Көбі жанталасы қорғады, көбі піспеген, шикі. Көрді ме? Ғылым бола білмейді ғой. Қазіргі ғылым деген киелі нәрсе ғой. Жас ғалымдардың еңбектері, шығармашылық жайлы не айтар едіңіз? Жас ғалымдардың мен ол қазір енді ғылым әрине қалай болғанда ғылым эволюциялық даму үстінде болады. Қалай болғанда да. Ол еш уақытта мынау бір қанатты сөз бар. Құдайдан кейінгі күш нәрсе ғылым, ғылымнан кейінгі күш нәрсе дәстүр деп. Ғылым еш уақытта ол толысып отырады, байып отырады, кемелденіп отырады. Әрине жаңағы кемшіліктер болуы мүмкін. Сондықтан мына қазір жаһандану заманы. Жаһандану, мәдени жаһандану, саяси жаһандану, экономикалық жаһандану. Сондықтан да бұл ғылым даму үстінде керек, төгілмеу керек. Бірақ талап қоямыз керек. Ұйымдастырушы деген болады, тұлға деген болады. Мына бір Абай атамыздың өлең жолы бар ғой, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Кітапхана сіздің өміріңізде қандай рөл атқарады? Қаншалықты маңыздылыққа ие? Біз қазір кітапханада отырмыз. Мен Алматы қаласында мен 1968 жылдың басынан бастап университетте стационар бөлімде оқыдым. Содан бастап мен кітапхананың оқырманмын. 1968 жылдан бастап. Алматыдағы қазіргі жаңағы ұлттық академиялық кітапхана, сосын Алматы қаласындағы аудандық кітапханалар бар. Жексенбі күндері жұмыс істейтін. Сол кезде сол академияның кітапханасы сенбі жексенбі күнде істейтін о заманда. Сондықтан біздің екінші үйіміз Алматыда енді үйсіз күйсіз жүрген кездегі үйіміз кітапхана болды. Әлкей Марғұлан айтатын, кітапханашылармен дос бол, кітапханада отыр, ғылыммен айналысатын адам негізінде кітапханада болу керек. Кітапханада алаңсыз отыра аласың. Өзгелер кітап оқып отырғанда, ойға шомып отырғанда, сен де солармен бірге жұмыс істейсің. Бұл кітапхана ғалым үшін кітапхана бірден бір көмекші. Біздің ерамызға дейінгі замандағы кітапханаларда жаңағы қонақ үй болған, асхана болған, аударма бөлім болған. Біздің замандағы шығыс елінде. Сондықтан біздің бұрынғы қазақ даласында, мәселен, анау Байтұрсыновтың шыққан кітаптары есіпте. Соның бәрі қазақ даласындағы. Абайдың 1909 шыққан кітаптары. Болмаса кезде қазақ газеті. Бүкіл жаңағы анау барлығын қазақ даласы, қазақ халқы кітаптардан кенде болмаған. Мәселен, Науан Хазірет Бұхарада оқиды. Ұшан тегіс кітап келеді Көкшетауға. Ұшан тегіс кітаптар. Өз медресе жатыр. Медресесі қасында интернат болады. Интернаттың балаларын азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жеке шаруашылығы бар. Кейін 1903 жылы
әлгі тәртілеген кезде қаншама қолжазба кітаптар кеткен сонда. Отырықшылардың зұлымдық қасиеті. Сондықтан кітапхана, ол кітапхана деген ғалым үшін, оқушылар үшін, студенттер үшін, магистрант үшін, докторанттар үшін кітапхананың көмегі зор. Адам ғылымға берілсе, ғылым жолында берекелі істер істеймін десе, кітапханада болуға тиісті. Әрине, бұл жерде Абай айтады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым, білім осы үшеуінің арқасында гүлденеді дейді. Сонда ғылымның қай саласы болмасын? Талап, ұғым, махаббат деген сүйіспеншілік қой, қызығушылық деген сөз. Міне, қызығушылық талабың болса, ұғымың болса, қызығушылық болса, міне, жаңағы сен еңбектенсең де, ғылыммен айналысасың да, осы үшеуі керек. Сонда сен білімді осы арқылы жинайсың, ол үш қасиет арқылы. Қызығушылық. Біз жаңа біздің тақырыптан бөлек бізде білетсіз сұрақтар деп аталатын бөлім бар. Білетсіз сұрақтар. Енді мен сіздің сұхбаттарыңыздан байқадым ғой, жаңағы көп ғалымдар да айтып жатыр, сізді есте сақтау қабілетіңізді, сіздің жадыңызды әр сағатты, минутты айтып отырады деп. Енді сіздің өміріңізде кішкентай әдеттер, үлкен өзгерістер алып келген бір тұстар бар ма? Сіздің сол әдет болып қалыптасқан дүниеңіз өміріңізге үлкен өзгеріс алып келген сәттер. Мысалға, біреу үнемі ерте тұру арқылы жетістікке жеттім деп айтып жатады да, сол секілді бір сіздің бір тұрақты дағдыңыз бар ма, үнемі қалыптан таймайтын? Біздің ең керемет нәрсе, біз мына дала қазағымыз ғой. Сол бала кезімізден мектепке барғаннан бастап біз төсекте көсіліп жатпаған адамбыз. Ерте тұрып үйренген адамбыз. Алматыда жүрген кезінде мен 7-ге 15 минут қалғанда атып тұратым. Сосын жаңағы осы ел тойлайды ғой, кезінде жаңа жылдың алдында тойлайды. 7 ноябрь бар, бая тойлады. Сонда жұрттың бәрі тойлап жүрген кезде мен сол кезде қатты жұмыс істейтім. Әсіресе мейрам күндерінде. Өйткені ол қайтып келмейді ол уақыт. Сосын уақытты пайдалану жағынан біз өте мен қаталмын. Өз басым уақыт мәселесіне қаталмын. Өте қаталмын. Шамам келгенше жаңағы бір тұрлаулы нәрселер бар. Тұрлаусыз нәрселер бар. Өткінші нәрселер бар. Мен сол тұрлаулы нәрселермен айналысуды жақсы көремін. Тұрлаулы. Өткінші нәрселер бар, уақытша нәрселер, олар есімде, ана жаңағы шама келгенше. Содан кейін біреу бірден айтса, біреу тапсырады ғой. Соны мен істеп тастауға тырысамын. Айтса болды, істеп тастаймын. Оны кешіктірмеймін. Соның арқасы болу керек. Шапшаң, өйткені егер мен уақытты дұрыс пайдаланбасам, мен оны былығып жүретін едім. Мен өзі еңбегім, мысалы мен еңбегімде бір рет бар, жүйе бар. Бүгінгі күнде бата көп жағдайда тілек негізінде айтылып жатады да. Біз сонда батаның мәнін дұрыс түсінбей жатырмыз ба? Неге көп қарияларымыз батаның орнына тілек айтып кетіп жатады? Ол білеміз оны. Ол былай қойғым, айналайын. Мынау бәрі өмір кейде. Күнделікті тіршілік, тұрмыс тіршілік. Бір мысал айтайын, 1979 жылы тамыз айы болатын. Бізді академияның қызметкерлерін апорт теріп жібереді. Бұлар саналды, ақылды, есті, жаңағы ол кезде экспортқа шығады ғой, апорт. Кәдімгі
екі жақ шетін ұстау керек, үлбіреді. Алма теріп жүрген кезіміз тамыз айы, ораза айы болатын, әлі есімде. Сосын Алматы Абай көшесі мен Сайын көшесінің бұрышында бір уақытша 15-20 күн тұруға бір үйге келгем. Олар бір жерге демалыс үйіне кетті да, бір үлкен әжеміз бен атамыз. Сосын мен келе жатыр едім, қас қарайған кез бір әже тұр екен алдымда. Ұзын бойлы, ақ кимешек, ұстай алды. Қалқам, көзім көрмей тұр, үйім осы жерде. Жеткіздім. Айтты. Сосын үйіне кірдім, кіргеннен кейін шай іш деп сөйтеді. Мен анау қонатын үйімді түнде әкелген, қай үйден шыққан ұмытып кеттім таңертең. Қай үйден шыққан, түн ортасында әкелген. Менің ата-енемнің үйі деп. Енді тау болу керек қой. Әже асау тұрмын дедім. Онда деп сөйтеді, айдай жарқыра, жұлдыздай жылтыра, маңдайы ғашық болсын, дұшпаны қашық болсын деді. Сосын шығып кеттім. Бұл қажап сөз ғой. Анау айдай жарқыраны білесің, жұлдыздай жылтыра деген сөз. Осы келіп, үйге келдім да, үйді тауып алдым. Аяғым өзі алып келді. Аяқ кейде ойлайды. Кейде ми емес, кейде аяқ ойлайды. Түнде қалай келді, сол аяқты өзі алып келді ана үйге. Сосын келдім, кіргеннен кейін әлгі сөз жазып алды. Бұл жақсы сөз еді ғой. Сосын біздің тіл білмейсінде Тоқтар деген ағай істеген. Арғы беттен келген. Ол Кеңесбаевтың көмекшісі болды, Әлкей Марғұланның көмекшісі болды. Есқожа оқитын Тоқтар деген керемет. Сосын бір әңгімелесіп отырып, ол маған жаңағы Байтұрсынның кітабындағы бата сөз жазып берді. Байтұрсынұлының кітабындағы. Ол кезде жабық қой бәрі. Сосын сөйтіп жүрген кезде енді бата сөзге көңілім ауды. Сосын келіп ең кебекте Нысанабыздың батасы бар. Әуезовтің ең кебегі бар ғой. Жарай. Ананың әсері. Сосын келіп бір күні Жеңғайыр Тілепбергеновтың кітабын оқып отырдым. Ізбасар деген повесті жинағы. Ішінде алты қанат ақ орда үйің болсын. Алты атанға жүк артқан күйің болсын. Ойлағанда ойың толсын. Меует маржанға бойың толсын. Жортқанда жолың болсын. Жатқанда балашаға қойың толсын деген сөз жоқ. Ой жазба. Жарай. Өстіп, жаңағы сөйтіп жүрген кезіміз енді академия кітапхана арқасы ғой. Кітапханаға таңертең 9-да кіресің. Кешкі 7-ге дейін істейді. Анау республика кітапхана кешкі 10-ға дейін істейді. Сол кітапханада жүріп, Сирек Қолжазба қорының картинасы қарасам, жаңағы 1905 жылы Орынборда шығыпты, жаңағы Васильев дегеннің бата сөз благословение. Оны тауып алып, оның ішіндегіден алдым. Күннің көзіндегі, жердің жүзіндегі Мәкка Мәдинеге өйдір қоласын. Сөйтіп, қосыла берді. Сосын 1987 жыл Марғұланның ғұн туралы зерттеулерінде баяғы ғұн заманының батасы жүр. Сөйтіп жүріп, 1987 жыл ғой деймін, кімге жариялық қазақ етіне қазақ батасы сөз мақала бердім. 6 ай жатыр. Шыққан жоқ 6 ай. Сосын бір күні Шерхан Мұртазаға бардым. Бас редактор. Жаймен деді, жоқ жай емес, мен 6 ай болды қазақтың бата сөздері деген мақала бергенде сөйтеді. Нөмір кетіп қалды деді. Мен қазір ауылға кетпекшімін. Көкшетау облысы. Мен ауылға келдім. 1-2 күннен кейін ана газет келді. Қазақ едік деді. Мен бір тілек айтайын. Ол жарайды. Енді 92, енді сол заманда тарихи ескерткіштер қорғау қоғамы деген болды. Төрағасы Әбіш Кекілбайұлы. Онда фольклор деген совет бар. Рахман Құлбердібаев совет, фольклор совет меңгерушісі, мен мүшеміз, Алматай Салтаев, тағы басқалар. Сосын оларға мақала бердім, мақалам терілді де, қазақ бата сөздері ең шығатын кезде сызылып қалды. Қорқыты жіберді. Сосын жарайды. Енді
Жауыш баспасына бердім кітапқа. 1990 жыл Совет одақ құлады, СССР құлады, күйреді. Сосын 90 жылы, сосын онда жауыш баспасында редакция меңгерушісі кім бар? Тортай Садуақас. Ай, Тортай, сен осы істейсің ғой, сенің беделің бар ғой, сен батаң бар ма? Ол айтты, батам бар, менің ауылды баталар бар деп. Жарайды, осы соны қосты. 92 жылы Ақбат деген кітап шықты. 45 мың тираж. 45 мың. Сонымен ақыры сонда жаңағы ең асыл баталардың ішінде асылдар бар ғой жаңағы. Асылдар бар кәміл. Енді менің ойым, мынау мысалы Конфуцийдің афоризмдері 3 басты табақ. Прям 3 басты табақ. Абайдың қара сөздері 3 басты табақ. Енді сол осы бата сөздің менікі жаңағы соны сүзіп алып, тағы қосып, жаңағы мысалы ең асылдардың асылы. Мысалы атандырма, сүйек сындырма. Мінгенің пырақ қос, ұстаған шырақ қосын. Жаңағы жұлдыздармен жалғастырсын, жақсылармен жалғастырсын. Тасқа табыр біткенше таршылық көр бізге. Тасқа табыр біткенше таршылық көр бізге. Таршылық көрме. Мұзға бидай өңгеше мұңшылық көрме. Бағаналы таудай бол, шағалалы көлдей бол, бәйтеректей бүрді бол, бәйшектей гүлді бол. Бақ дәулет, ырзық, есбе аспадай күркіреп келсін. Бұлттай қаптап келсін. Күндей жарқырап келсін. Судай сарқырап келсін. Қаздай қалыптап келсін. Рахат ұр шаша берсін деген сөздер бар ғой. Асылы. Не болса жаңағы қалай деп көріп. Жас баланы ұйқысын берсін. Жас баланы күлкісін берсін. Асқар таудай алып бол, аппақ күндей жарық бол. Мысалы бұл моңғолдың батасы, мен өзім қазақшалап алдым. Мысалы енді буряттардың баталары бар, бурят халқының. Ана келіп түскен, менің жер қайыстырған малымның иесі келді. Менің дүзі ұшатын түтінімнің иесі келді. Менің әулетімнің иесі келді деп буряттар да береді жаңағы. Онда асылдарын, ең асылдарын. Кім білесің ғой, асылдарын. Осында ойым бар, қол тисе, жаңағы бұл қазақтың философиясы осында. Маған есімде жоқ, мен айтайын, Ақбат деген 45 мың данамен шықты, 92 жыл сол айтты, түріктердің, Түркияға барғанда түріктер айтты, осы жаққа көп тарады деді. Біреулер айтты, жапон тілінде сол қазақтың батылар жүреді. Оны білмей, рас өрсем білмей. Бұл енді нағыз біздің халқымыздың бұл жаңағы стратегиялық мәні бар. Философиялық мағынасы бар. Бұл керемет асыл сөздер. Біздің тіліміздің байлығы сонда. Біз бала кезімізде жаңағы айтасың ки, біз білеміз, мысалы өркен өссін, мұғалім бол, солай айтады. Қазірлер енді білеміз, үлкен кісілер бар. Үлкен кісілер, қазір 80-90 арасындағы ақсақалдар жаңағы тос айтады кәдімгі. Кәдімгі сөз сөйлеп кетеді. Сондықтан мынау 1997 аргументы и факты деген газет болды. Содан аргументы и фактиден бір үлкен журналист апай, орыс апай, Музафар Әлімбаевқа звондап, телефон тапты. Бір қазақтың бата сөздері жөнінде жазып берші деп. Сосын айтып, мен емес, мен серік деген. Мен оларға жаңағы интервью шыққан, аргумент и фактида. Бата сөзі. Ана отырып үйіне барып айтып, жаңағы басы шайқып отырып, жаңағы аргумент и фактиға шықты. Примерно 97 жылдың 1997 наурыз айы ғой деймін. Осы наурызға байланысты. Наурыз батасы бар. Мысалы келін түскенде, қыз ұзатқанда, жаңа үйге кіргенде, баланы сүндетке отырғызғанда, атқа мінгізгенде, оның түр-түрі көп. Оны жинау керек, жүйелеу керек, жіктеу керек. Мен осы кітапхананы құрметтеймін. Қызметкерлерін, осы кітапхананың осындай дәрежеге жеткенін, одан кейін бұнда Әлкей Марғұланның кабинеті болуы, кітапханасының болуы.
Тұрсынбек Кәкішұлының кітаптары болуы, академиктер Әлия Бейсенова, Серік Қирабаевтың кітапханасы болуы, Телғожа Жанұзақовтың, Әйтім Абдрахмановтың, мен білетін. Осы бәрі байлық.